Венкатараман Карцик Лекуанлем әлем кубогы 4-ші раунд 2-ші партия. D4 AT6, C4 E6, AC3 піл B4 Немцович Қорғансы. E3 Акиба Кивелевич Рубинштейннің варианты. Рокировка піл D3 тура E8 ат G2, D5 рокировка ат B D7 вәзір C2 A6. A3 және піл F8 бұл піл бізге керек боладау. Тура D1 H6 енді болашақта мынаны ап қоймасын деген амалмен жасалды. B3 алдық және C5 орталық және тағы да бір рет орталық. H3 B6 ат негізгі орталыққа келді. Піл B7 алдық және шах. Бұлай піл E4 алдық бұлай және вәзір F5. Жүр бауырым эншпил ойнайық деп тұр. Бірақ Венкатараман қаламайды. Вәзір B7. Тура D8 енді мынаны қорғауымыз керек. Мынау аспалы сарбаздар екен білесіздер. Тура D2 вәзір A5, вәзір F3, патша G8. Мына сарбазды қорғауымыз керек. Вәзір B3, B5 алдық. Мынау енді оқшауланған сарбаз. Мынау да оқшауланған сарбаз. Тура D1, B4 бірден мына сарбазға жабыстық. 1, 2, 3 және 4 деген сияқты. D5, ат C5. Тамаша, біздің атымыз енді C5-ке тұрады деп. Вәзір F3, вәзір A4. Мына тураға шабуыл жасап тұрмыз. Піл H6 және BA. Бізге мына пілде керек емес. Мына сарбаз аман болса болды. Ат C3, вәзір C4, бұлай және тура C8. Бұлай және ат D7, мына өтетін сарбазды тоқтатуымыз керек. Ат A2, вәзір C5, біріншен мына жерге шабуыл жасап тұрмыз. Екіншен мына өтетін сарбазға шабуыл жасап тұрмыз. Вәзір G3, тура C6. Біздің басты мақсатымыз барлығымыз мына сарбазға шабуыл жасау. Піл E3, вәзір F5, піл G5, G6. Мүмкін болашақта үлкен қиғаш жол бізге де керек болып қалар. Піл E7, піл G7, тура C1, тура C2. Қомағалар қатарына кірдік, мына жерге шабуыл жасадық. Мүмкін мына жерге де шабуыл жасап қалармыз. Ат B4, піл негізгі орталыққа келді. Сен тураны алатын болсаң, мен вәзірді алам деген сияқты. Вәзір E3 алдық және A2. Тамаша. Қазіргі таңда A1 деген әрекет жасау. Алдық және піл F4 өтпелі шабуыл әдісі. Вәзір D4 алдық және вәзір C2. Піл G5, тура A4, вәзір D2 алдық және тура D4. Қалған енді қиын емес. Лекуанлем рейтингісі 2729. Бұл партияны бұл деген ем еркін жеңіске дейін жеткізеді. Өткені ең бастысы нені алмау. Алдық және бұлай және E6. Бұлай алсаңыз қиын жағдайға тап боласыздар. Ат C5 және өзіңіздің тураңыздан айырыласыздар. E7 бұлай алдық. Қалған енді аса қиын емес. Өткені бұл өте мықты шахматшылардың бірі. Әлем чемпионы болған, ұмытпасам, Рапид немесе Блиц бойынша әлем чемпионы болған тамаша осындай шахматшы. Қай жердің жігіті? Бұл деген Вьетнамның жігіті, өте мықты шахматшылар. Ең бастысы мына жерден бастап барлығы түсінікті. Ерте ме кеш пе бұндай басымдықты ол пайдаланады. Ең бастысы сақ болу керексіздер. Өзіңіздің тураңыздан айырылып қалмаудың амалы. Мына өтетін сарбазда, мына атта өте керемет үйлесімді жұмыс істей алады.